Меркі ауданы номер 2 Аспара жалпы білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Қуанышбек Айзат. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы менің табынар ұлы тұлғам. Оның жырларымен бала кезімнен сусындап келем. Мен де Абай атама еліктеп жыр жазамын. Сіздерге Абай сөзі жүрегіме жағар шам атты өлеңімді ұсынамын. Абай сөзі жүрегіме жағар шам. Қалам алдым өлең жазу ойымда, бір жалын бар көрінбеген бойымда. Шабытым кеп жыр жазуға ұмтылдым, ұлы ақын Абай атам жайында. Жарық болған қазағымның көгіне, құлаш ұрған білім ғылым кеніне. Абай сөзі көп жүректің емшісі, қасиет көп өлең қара сөзінде. Әрбір сөзі мұра хакім Абайдың, асыл сөздің жауһарына балаймын. Өмірімнің кетігіне кірпіш қып, дара сөзді, дана сөзді қалаймын. Тура жолға түскін келсе жалғанда, ойын сауық, бос күлкіге алданба. Абай атам айтқанындай апшығар, жүрек деген тығырықта қалғанда. Ақыл айтты, ғылым таппай мақтанба, байқа деді сені біреу мақтарда. Орынсыз ыржаң бос мақтанға малданып, ерме бекер, елірме кеуде қаққанға. Ілмек қылған сөз маршаны саф өлең, түсінгенге түйін сөзде ой терең. Нәрін алып сұлу сөзін Абайдың, өміріме серік қылып мен келем. Жұлдыздай жарқырап бір жан алсам, Абай сөзі жүрегіме жағар шам. Ал мен үшін арман болмас дүниенің, кетігіне кірпіш болып қалансам.